Так, сәлеметсіздер ме балалар? Келесі дифференциалдық теңдеулер туралы тақырып сабағымызды бастайық. Енді бұл ең соңғы үлгермей жатқан бізде екінші ретте, яғни өздері көріп тұрсыңдар міне туындының реті екінші ретті бір текті сызықтық дифференциалдық теңдеу деп аталады. Осыларды біздің тақырыпта бар, соларды шешіп үйренейік. Енді мынандай теңдеуді шешкен кезде біз обычно y-тің орнына y тең e-нің бір лямбда x дегенді қоямыз. Сөйтіп қоятын болсақ, енді оңай жолы y-тің орнына лямбда қойған кезде былайша айтқанда лямбда квадрат бірінші шығарып жатырмын қазір. Лямбда квадрат минус 3 лямбда плюс 2 тең 0. Осындай мынаны характеристикалық теңдеу деп атады. Мына теңдеуді балалар, мына теңдеуге қойсаңдар, шынымен де осындай шығады. Енді мынаны шығару керек. Ол үшін енді лямбда 1, лямбда 2 дегеніміз бірден белгілі шығарсыз. Вет теоремасы көбейтіндісі 2, қосындысы 3, олай болса ол 2 мен 1. Олай болса, бұның шешімі балалар, енді жалпы шешімі y тең бірінші c1 дейміз. Екінші дифференциалында 2 c болады. c1 көбейтілген e-нің бірінші мынау ғой. 2x дәрежесі плюс c2 e-нің енді 1x немесе просто x. Міне, шығардық. Екіншіні көрсетейік енді мына жерге. Тоже дәл осылай характеристикалық теңдеуін жазамыз. 6 лямбда квадрат плюс 5 лямбда плюс 1 тең 0. Енді мына жерден де бірден біле алмасақ ладно, дискриминант тең 25 минус 4 көбейту 6 тең 1. Яғни лямбда 1 2-міз бізде минус b минус 5 плюс минус 1 бөлінген 2 12 дейді. Так, минус 5 плюс 1 минус 4 бөлінген 12 минус 4 бөлу 12 минус 6 бөлінген 12. Немесе мынау минус 3-тен 1. Мынау минус 2-ден 1. Яғни мынаның шешімі болады. Y тең c1 e-нің минус 3-тен 1 x дәрежесі плюс c2 e-нің минус 2-ден 1 x дәрежесі болады. Бітті міне екіншісі бітті. Үшіншісі де дәл осылай шығарып көрейік. Оп-оңай есептер. 2 лямбда квадрат, y-тің орнына лямбдадан қоямын. 2 лямбда плюс лямбда минус 1 тең 0. Y-тің орнына лямбда қоямын. Солай деп есептелер болады. Енді дискриминант тең b квадрат 1 минус 4 көбейту 2 көбейтілген минус 1. 1 минус 4 көбейту 2 көбейтілген минус 1. 8, 9, лямбда 1 2 тең минус b, минус 1 плюс минус 3 бөлінген 4 тең болады минус 1, одан кейін 2-ден 1. Яғни мынаның шешімі y тең c1 дейміз. E-нің минус x дәрежесі плюс c2 e-нің 2-ден 1 x дәрежесі. Так, тура сол сияқты оп-оңай міне. Мынада солай болу мүмкін, лямбда квадрат минус 4 лямбда. Енді мыналарды дәл сол сияқты өздерің шығара аласыңдар. Тура сондай болады. Қазір енді бұл теріс болып қалса не істейміз мысал үшін? Тағы да бір мысал алайын. К примеру, теріс болып қалатын біреу керек. Мына өрді алайықшы. Лямбда y' минус 2y' плюс y тең 0 дегенді алайық. y'. Мына өрді шығарып көрейік енді. Не y' минус 2y' плюс y тең 0 деген. Осы ойым да. Айтайықшы. Минус 2y' плюс y тең 0. Міне мынандай. Мынандай кез мынау бірінші жағдайда барлық осылай шығады. Екінші жағдайда, егер екі түбір болмай қалса, олай болатын болса, мынаны тоже солай лямбда квадрат минус 2 лямбда плюс 1 тең 0. Енді мынаны білеміз бізде, енді біліп тұрған шығарсыңдар. Бұл лямбда минус 1-дің квадраты тең 0 немесе дискриминантпен шығарыңдар. Бұда бірінші лямбдада, екінші лямбда екеуі де бір түбір, ол бірге тең. Мынандай болып қалған жағдайда балалар бүйтесіңдер. Y тең c1 e-нің 1x дәрежесі плюс 2 плюс c2 көбейтілген x, яғни мына жерге x-ті жалғаймыз. E-нің x дәрежесі. Түсінікті? Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді ары қарай да сабақта жалғастырасыңдар. Пока осыны қайталап келіңдер.